15 жылдық мерейтойы қарсаңында Өскемен қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары ғұлама абай өлеңдерін жатқа оқып, іші алтын, сырты күміс, ғибратқа толы Хәкім абай өлеңдерінен өнеге алып, 5 асылысты өз бойларына сіңіруді мақсат етуде. Ендеше, өзіміздің алтын уақытымызды, шырайлы шығысымыздың перзенті, тарихта өшпес ізін қалдырған Абай Құнанбаевтың өлеңдеріне арнайық. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әурезеді ішіне қулық сақтап, өзіне сен өзіңді алып шығар, еңбегімен ақыл екі жақтап. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртым, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енді кіртім. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сарша сыртың, ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, аузымен орақ орған өңкей қыртың. Өзімдікі дей алмай өз малыңды, күндіз күлкің бұзылды түнде ұйқың, көрсе қызар келеді байлау жоқ, бір күн тыртың етеді, бір күн жыртың. Өскемен қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 8-ші сынып оқушысы Аян Қызаружан. Абай Құнанбайұлы көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да. Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да. Алдамаған кім қалды тірі жанда. Алыс жақын қазақтың бәрін көрді, жалғыз жарым болмаса анда-санда. Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда, ол тұрмас бастан жыға қисайғанда. Мұнан менің қай жерім аяулы деп, бірге тұрып қалады кім майданда. Ендігі жұрттың сөзі ұрлық, қарлық, саналы жау көрмедім, сөз туғарлық. Осы күнде, осы елде дәнеме жоқ, егер қана мәз болып қуанар. Байлар да мал қызығын білалмай жүр, жас жіберіп, күз атын міне алмай жүр. Сабылтып, күн жырлатып, іш жоғалтып, ыза менен ыржиып күле алмай жүр. Саудагер тыныштық сауда қыла алмай жүр, одан бері қор болып ала алмай жүр. Ел аулақта күш айтқан, топта танған, арсыз жұрттан көңілі тына алмай жүр. Абай Құнанбаев, осень. Тучи мрачно окутали весь небосвод. Это осень в дождях и туманах ползет, и застывшую землю от стужи дрожа кобылица напрасно копытом скребет. Нет уж больше травы на просторах степей, смеха больше не слышно и гамма детей, а деревья, иссохшие как старики, тянут к небу безлистые руки ветвей. Уж дымится с овечьими шкурами чан, износилась одежда, весь в дырках чапан. Чинят женщины юрту, заплаты кладут, и старухи свой ткацкий наладили стан. Журавли в теплый край вереницей летят, голодают верблюды и грустно глядят. Приуныли аулы, куда ни пойдешь, не услышишь веселого смеха ребят. Старики над остывшей поникли золой, молча слушают ветер холодный и злой. Рыщут по степи, ищут в норах мышей, дома косточки им не дадут ни одной. И уже ни травинки вокруг не найти, пылью ветер заносит дороги в степи. Будь ты проклят, обычай глухой старины, что мешает нам в юртах огонь развести. Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың жүректі кісі дегені батыр кісі дегені. Онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап біле алмайды. Рақымдылық, мейірбандылық, әртүрлі істе адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай, оларға да болса игі еді демек. Бұлар жүрек ісі. Асықтықта жүректің ісі. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Амалдың тілін алса, жүрек ұмыт қалады. Қазақта адам баласы ғой, көбі ақылсыздығынан азбайды. Ақылдың сөзін ұғып аларлық, жүректе жігер, қайрат, байлықтың жоқтығынан азады. Білімді білсе де, арсыз, қайратсыздығынан ескермей ұстамай кетеді. Жаманшылыққа бірілігіп кеткен соң, бойын жиып алып кетерлік,
қайрат қазақта кем болады. Әйтпесе, Құдайға терістіктен, не армиятқа терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі, үнемі жаманшылыққа, мақтауға салынып, өз бойын өзі бір тексермей кеткен кісі, тәуір жүрген түгел, әуелі адам ба өзі? Құлақтан кіріп, бойдала, жақсы ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салады, әнді сүйсең, мен шесей, дүние ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып, көңілім әнді қадыр, жүрегім бойды жылды. Аңсаған шөлде су тапса, бас қоймай ма бастауға? Біреу түртсе, ия қақса, бой тоқтамас жасқауға. Есіткендей болады, құлағы ескі сыбыр, ескі ойға көңілім толады, тірілтіп өткен құрғыр. Ішім терең бойлаймын, өткен күннің уларын, және шын деп ойлаймын жұрттың жалған шуларын. Тағы сене бастаймын, күнде алдағыш қуларға, есім шығып, қашпаймын, мен шүпеге.